Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен каналымда сіздерге құрғақ жөтел кезінде өкпеде қақырықты түсіретін және де жөтелді лезде басатын табиғи сироптың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Олай болса, видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге осы сиропты дайындаңыздар. Бұл сиропты дайындауға бізге бар болған 2 зат қажет, және де кез келген асханадан табылады деген ойдамын. Өте оңай жасалады, және де пайдасы орасан зор, жөтелді лезде басады. Сиропты дайындау үшін бізге ең алдымен осында үлкендеу бір пияз қажет болады. Кіші көлемді болса 2 пияз қолданғандарыңыз абзалырақ. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап, майдалап турауға тырысамыз. Барлық пиязымызды турап алғаннан соң, бір ыдысымызға салып, барлығын дайындап қоямыз. Содан соң бетіне бал қосатын боламыз. Балымыз таза мед, яғни таза бал қолданғандарыңыз дұрысырақ, және де сол кезде емі өте тамаша болатын болады. Пиязымызға ұсақтап туралған пиязымызға медімізді қосып, жақсылап мед пен пиязды араластырамыз. Барлық жері бір тегіс араласып тию қажет. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді бетін жауып 5-6 сағатқа немесе бір түнге қалдырасыздар. Сол кезде міне байқағандарыңыздай пияздың өзінің сөлі бөлініп, осындай біздің сиробымыз дайын болады. Сол кезде осындай шыны ыдысқа арнайы ситадан өткізіп, біздің сироптарымызды бөліп алатын боламыз. Сол кезде бізге сақтауға да ішуге де өте ыңғайлы болады. Осы сүзіп алған сиробымызды 2 күнге салқын жерде сақтауға болады, және де 2 күннен артық сақтауға кеңес бермеймін. Егер сіз сиропты сүзіп алмаған болсаңыз, онда сіздің сиробыңыз тек 1 күнге жарамды. Осылай сүзіп алып, холодильникке сақтаймыз. Және де қолданар алдында міндетті түрде жылытып қолданғандарыңыз абзалырақ. Үлкен кісілерге үлкен қасықпен күніне 4 немесе 3 рет ішуге болады, және де кіші балаларға кішкентай қасықпен, яғни шай қасықпен 2-3 рет ішуге кеңес беремін. Егер сіздерде осы қолданылған заттардың біріне аллергияңыз болса, онда қолданбағаныңыз абзал. Бұл сиропты қолданар алдында міндетті түрде дәрігерден кеңес сұрап көрулеріңізді сұраймын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ауырмаңыздар.